Баршаңызға қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге небәрі 15-ақ минуттарыңызды алатын печеньенің рецептісімен бөліскім келіп отыр, әрі құрамы да қолжетімді. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 72 немесе 82% сары майымызды ертіп құйып аламыз. Оның артынша қантымызды салып, екеуін шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп көре аласыздар. Сары майымыз бен қантымызды жақсылап араластырып алғаннан соң, үстіне қаймағымызды салып, бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Мінекей, бір қалыпты масса болғанша жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен 2 ас қасық балымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Ал енді үстінен 1 шай қасық ас содасын салып, тағы да бір араластырып аламыз. Мінекей, массамыз дайын болды. Енді үстінен ұнымызды аз-аздан салып отырып, шанышқымен араластырып отырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыздың басы біріккенше шанышқының көмегімен біріктіріп алдық. Ал енді қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Енді противеньге пергаментімізді төсеп, қамырларымызды дөңгелектеп орналастырып шығамыз. Мінекей, барлығын доңғалатып, бірдей формаға келтіріп алғаннан соң, печеньелерімізді қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, печеньелеріміз де пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, әрі жасалу жолы да оп-оңай, құрамы да қолжетімді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болып, видеомды қарағандарыңыз үшін рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар.